Қайырлы кеш. Бүгін бізде ақша блоктарына арналған эфир болады. Осы тақырыпты талдаймыз. Сәл адамдардың кіргенін күтейік. 1-5 минуттай, содан кейін бастаймыз. Сәлем. 5 минуттай күтейік. 9:03 па? Қалайсыз, Жәмила ханым? Алғашқы эфирларды көрдіңіз бе? Тапсырмаларын орындадыңыз ба? Қандай инсайт алдыңыз? Қандай нәтижелер болып жатыр? Кеш жарық. Бүгін өте күшті тақырыптың бірі ақша блоктарын талдайтын боламыз. Себебі бұл өте маңызды тақырыптың бірі. Бүгін осыны талдап, реттеп шешеміз. Так, таңғы эфир. Жоқ, бүгін ғана пробный вариант. Кешке көрейін деп жатырмыз. Бәлкім маған өзіме таң ыңғайлы екен. Кешке қарағанда, кешке бәрі бір ресурсқа толы болмайсың, сәл шаршаңғы күйде боласың, күні бойы тірлікпен. Адамдарда сондай болады деп ойлаймын. Таң бәрібір, ол таң. Андай ғой, свежий баспен, ешқандай артық ойсыз, артық жанталассыз, кәдімгідей эфиріңді аспай өткізесің. Осы үшін де таң дұрыс секілді. Мен бәлкім адамдар көбірек кіріп қалар деген оймен көріп жатырмын. Қалай болады екен? Фрирайтинг жазды, мида тыныш алған сияқты. Күшті. Миыңыз тынышталса керемет. Сол ғой, ең бірінші бізде мидағы қауіпсіздік, мидағы бір тыныштық, мидағы бір жүйелілік жоқ та. Бізде үнемі біткен жанталас күйбен күнделікті тіршілік, жұмыс, үй, бала шаға деген нәрселермен уақытта күнде өтіп жатыр, күн өткесін, демек өмірде солай өтіп жатыр деген сөз. Бүгін енді ең бірінші айтатын тақырыбымыз бұл ақша блоктары және оның ең біріншісі реніш. Қалай айтсақ та, реніш ол өте көп энергияны алады, өте көп ресурсты біз сол жаққа жұмсаймыз және ренжіп жүріп, кейде адам өзінің бағытын, мақсатын ұмытып кетеді. Және қай уақытта адам ренжиді, когда адам ожидать еткен кезде. Андай ғой, өзін тыңдамайды, өзінің интересін, өзінің ойын, өзінің пікірін, қалаушылықтарын тыңдамайды. Біреудің ығына жығыла салу мүмкін. Ішіндегісін айтпайды, сосын ренжіп жүреді ішінен. Және сол реніштің әсерінен не болады? Реніштің әсерінен менің уақытым, күшім, энергиям сол жаққа кетіп, мен ақша табуға жетпей қаламын. Немесе мен біреуді ренжітіп алам деп ойлап, өзінің еңбегін сата алмай жүреді. Мысалы, қолынан күшті қызмет келуі мүмкін. Мейлі ол таргет болсын, мейлі ол тігіншілік болсын, аспаздық болсын, хейр-стилист болсын, шашпен айналысатын, макияж жасасын, болмаса тағы не бар? Продюсерлік болсын, маркетинг болсын, мейлі кез келген бағытты алып қарайық, өзінің қызметін сатуға ішіндегісі жібермейді. Біреу ренжітіп алам, жаңа танысы дос, біреу кеп сұрау мүмкін, жеңілдікпен бер, маған тегін істеп берші депші. Сол кезде тегін бере салуы да мүмкін. Неге? Себебі тағы да біреуді ренжітіп алмайыншы деп. Дәл бұндай оймен, мышлениямен ақша табу, бизнес жасау, кәсібіңді жүргізу ол мүмкін емес. Ол түптің түбі бір жерге барып қадалып соңын бітеді. Осы үшінде ең бірінші менің кімге ренішім бар? Кімнен не күтіп жүрмін? Немесе кімді ренжітіп алам деп қорқамын, соны ойлап, уайымдаймын. Осыған мән беріп шықсаңыздар. Тағы да тізім жасаңыздар болады. Так, мен адамға ренжідім. Потому что мен былай күткен едім, бірақ ол маған мен күткендей жасаған жоқ. Немесе андай адамдар бар да, санасып қалған, мысалы сыйлық береді, біреудің туған күні, бір мерекесі, бір сәттер болады, сыйлық жібереді, бірақ оның туған күнінде оған ответ келмеуі мүмкін. Ешкім оның елемеу мүмкін, ұмытып кетуі мүмкін ол кісі.
Ол ренжіп жүреді сол кісіге. Ана кісі оны білмейді де, например. Бірақ ол іште ренжіп жүреді. Ту, маған осылай мен істедім, маған істеген жоқ деген сияқты. Немесе өз еңбегіне қатысты реніші болады да. Жаңағыдай өзінің еңбегінің ақысын дұрыс ала алмайды. Жарар құрсын, бар болған сол шығар енді дейді да. Жаңағы өзінің границасын отстаивать етіп, до конца еңбегінің ақысын до конца ала алмайды. Садақа дейді да, қолын сілтеп жүре береді. Және сондықтан да адам неге үйренеді? Ренжуге үйренеді. Іште ренжіп жүреді, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл арқалауы мүмкін. Бірақ сол реніш дальше өсуге, квантовый скачок жасауға, көбірек ақша табуға жаңағы бір реніш ұстап тұрады да. Өсірмейді. Ол сезім. Реніш ол сезім. Және сол сезімді тұншықтыру арқылы мен өспеймін. Сәлем. Біз тақырыпты бастадық, тыңдап көре берсеңіздер болады. Бүгінгі тақырып бізде ақша блоктары. Бірінші блок ретінде біз ренішті қарастырып жатырмыз. Реніш настолько сондай өте көп энергияны алады. Адам одан кейін басымен сол нәрсеге кетіп қалуы мүмкін. Себебі ренжіп жүріп ақша табу мүмкін емес. Неге ренжіген кезде мен не істеймін? Әлемді жауып тастаймын, мен кері ашылмай қоямын, мен сенбей қоямын. Как будто мені барлығы ренжітетін сияқты, барлығы мені алдап кететін сияқты, барлығы мен тек просто пайдаланайын деп тұрған сияқты. Бірақ шынайы емес. Бұлар мені жақсы көрмейді. Бұлар мені сыйламайды бәрібір. Менің қызметімді ешкім алмайды, менің товарымды ешкім пайдаланбайды. Сұраныстар жоқ, ол өтпейді. Сөйтіп әлемге ренжіп, есігін жауып алып, өзін көрсетпейді, проявление жасамайды. Сыртқа шығып айтпайды, мен дейтін фаризамын, мен осылай терапия өткіземін, мен консультация өткіземін, мен медитация жасаймын, мен білмеймін, фотограф болсам фотоға түсіремін, видеоға түсіремін, менің видеоларым, фотоларым осындай болады деген сияқты айту оған қиын да. Не істейді? Ол просто жасырынып, тығылып, айтпай қояды. Бәрін тастайды, выгорание дейміз ғой бізде. А выгораниенің басы осы реніште жатады, біреуге ренжіп қалады, болды. Немесе біреу кеп жаңағыда еңбегін құнсыздандыру мүмкін. Сол кезде де ол оны қорғай алмайды. Не мынау, неме айналысышсың, құрсымызда тірлік па деу мүмкін да. Кірше ана қайтадан бұрынғы жұмысыңа, сол жұмыс дұрыс қой, үкіметтің жұмысы. Стабильный доход алып отырасың, зарплатаңды алып отырасың. Не керек сол? Не керек таргетолог болып, не керек суретші болып, не керек әнші болып? Зачем? Лучше отыра бер, бұрынғы жұмысын керемет еді, осын жасай бер деп айтады да. Сол кезде де адам өзінің интересін, өзінің жаңа мақсатын, арманын қорғай алмайды да. Шынымен де сол сөздің әсерін. Ол ата-анасы айтуы мүмкін, дос айтуы мүмкін, бауыр айтуы мүмкін. Жаңағы арманын тастап, қайтадан бұрынғы ісіне араласып кетіп жүре береді. Солаймен уақытты созады да. Мен бүгін сұрақ қойдым ғой сториста, мысалы, миллион табуға кедергі не мысалы? Сен қалайтын сумманы табуға не кедергі? Кедергі в основном қорқыныштып берілген. Бірақ қорқыныштан бір бөлек бұл жерде ең бірінші кедергі сыртқы сөз болуы мүмкін. Осуждениеден қорқу. Андай қорқыныш емес пе? Бір ісін бастап кетіп, жүрмей қалама деген қорқыныштан бір бөлек ең үлкен бізде тұратын біреу бірдеме деп қоя ма? Біреу күле ма? Біреу мазақтай ма? Біреу мені білмеймін, мысқылдап айта ма, өсектей ма деген қорқыныш, ана көптің бірі болып жүруге, сол орында қалуға әсер етеді. Анда ерекшеленуге болмайды деген түсінік бізде қап кеткен. Тағы да бұл қаяқтан келіп жатыр? Бұл сонау заманнан келе жатқан нәрсе. ДНК деңгейінде тұр бізде. Біздің ішімізде не бар? Андай бар ғой? Тура оян қазақта өткендегідей. Өткен ғасырда болған ситуация, бұл біздің ДНК-мызда бәрі бар. Себебі біздің әке-шешеміз сол нәрсені көрді, біздің ата-әжеміз көруі мүмкін. Олар оны айтады. Яғни ерекшеленбе, көзге түспе, жұрт сияқты жүр. Жұрттың баласы сияқты жүр. Жаңа баласын мақтамайды, баласының ерекшеліктерін көрмейді. Жаңағыдай ғой, математика шамалы болуы мүмкін, бірақ оның ән айтуға қабілеті болуы мүмкін. Ол ана әнді усилить етпейді, ол оны аппарат зорлап математикаға сүйреді. Математик болуың керек, как будто ана есепті күшті шығаруың керек. Мысалы, тілге икемі жоқ, керісінше математика икемі болуы мүмкін. Жоқ, ол баланы аппаратта ол тілге репетиторға апарып беріп қояды.
Сонда ерекшеленуге не бермейді, бізге рұқсат бермейді. Немесе мықты жағымызға акцент қоюға, соны дамытуға мүмкіндік жасамайды. Бала да солай болып өседі, яғни өзінің шекарасын қорғай алмайды да. Себебі ол защитаны, ол опораны ата-анасынан көрмеген, сыртынан көрмегендіктен оның ішінде жоқ. Ішкі опора жоқ. Егер мысалы мынандай болса, қалай айтсақ, бір адам, бір қыз дейік, ол немен айналысады? Күшті макияжбен айналысады дейік, салонный бизнеспен айналысады. Макияж жасаған жақсы көреді, бірақ оны сыртқы адамдар бостандырақ деп көруі мүмкін. Егер ол қыздың ішкі опорасы болмаса, ол сөзге еріп кетеді, тастап кетеді да болсын. Ой, ладно, бұл шынымен де шығыны көп, оның арендасы бар, бұл андай бар, мындай бар, мен жасамай қояйын дейді, тастап кетеді. Ал ішкі опорасы бар адам сыртқы әлемді ысырып тастайды да, так мен өзім білем. Мен минусқа кетсем де, мен қазір құласам да, жыласам да, бұл менің өмірім, менің урогым, менің сабағым. Андай ғой, жасамай өкінгеннен гөрі, жасап өкінген әлдеқайда жақсы да. Жасап өкіну дейтін болмайды, потому что ол опыт болады, ол сабақ болады. Бәлкім ол бизнес атып та кетуі мүмкін да. Бірақ сыртқы жаңағыдай барьер қатты да, бізде сыртқы шум қатты, соны тыңдағандықтан адам өзінің ішін тыңдай алмайды тағы да. Өзінің қалауын тыңдай алмайды, өзінің арманын орындай алмайды. Оған сылтау ретінде әртүрлі нәрсені алып келеді. Жаңағыдай менің ата-анам қарсы, бауырларым қарсы, құрбым қарсы, күйеуім қарсы, балам қарсы. Әйтеуір сондай бір қарсылықтар тауып алады да, соған подтверждение іздейді және соны табады, сосын отырады. Не бизнес жоқ, не ақша жоқ, сол бұрынғы комфортның өмірінде отыра береді. Бірақ ренжиді. Солардың кесірі, солар рұқсат бермеген, мама папам бүйтіп айтқан, күйеуім сондай деген, сосын істемей жүр, дейді да. Кімге керек бұл арман, кімдікі? Бұл реніш мені қаяққа апара жатыр. Мысалы, мынандай мысалмен айтайыншы, мен мамамын, мен адамдармен жұмыс жасайтын мамамын, коучпын, трансформатормын деп айтам. Маған кеп айтса біреу, Фариза, сен қолыңнан келмейді бұл нәрсені істеме десе, мен бұған ешқандай реакция бермеймін. Неге? Себебі менде ішкі опора бар бұл темаға қатысты. Яғни мен ішімде білем, қалай көмектесе алатынымды, кімге көмектескенімді, кімнің өмірін өзгерткенімді, қаншама адаммен жұмыс жасағанымды, қаншама курстар шығарғанымды, ол курстардың кімге пайдалы болғаны. Мен прекрасно білгендіктен менде ішкі опора бар, мен ана адамның сөзіне эмоция бермеймін. Эмоция бермеу, значит, энергия бермеймін ол жаққа. Мен фокусымды бермеймін ол жаққа. Тұл маған сәуле айтты, сен онша емессің, шынымен сондай мекем деп отпаймын. Менде де болды бір момент. Когда менен де выше ментор болған кезде, мен терапияға барып отырған кезде, мені сындырып жіберген. Фариза, бұл сенікі емес, вообще басқа товаркаға кет. Фариза, қайтесің, бұл жақта жүрме. В то время мен только ойландым, так, мынау менен выше адам. Бұл неге маған бүйтіп айтып тұр? 2 ай ма ойланып жүрдім да, жоқ. Просто ол адам өзінің проекциясын айтып тұр, наверное, бірақ менікі емес. Маған осы жағы ұнайды. Ол нәрсе мені сындырды. Сырттан бір сөздер болуы мүмкін, менен де мықты адам келмей, мысалы, сенің салаңды жасап жүрген мықты адам болуы мүмкін. Сен еще ақша төлеп баруы мүмкін ол жерге. 1 миллион, 3 миллион, 5 миллион разница жоқ. Төлеп баруы мүмкін, бірақ саған айтуы мүмкін. Так, Маржан, мына нәрсемен айналыспа, басқа нишаға ауысасың. Бітті. Приговор. Жоқ, сен қанша ақша төлесең де негізі сыртқы адамдар тыңдап керек емес. Себебі сен білесің саған не керек екен. Сенен басқа адам білмейді. Сырттан ол қандай психолог болсын, қандай коуч болсын, қандай трансформатор болсын, қандай наставник болсын, он не имеет права указать вам. Яғни саған болды, мынаумен айналыспа, бұл сенікі емес деген диагноз қоя алмайды ешкім. Немесе жаңағыдай болады, менде болған қыздар психологқа барып, маған панический атака деп диагноз қойып берді, мен сондаймен ауырады екен, мен андай екен, мен сондай атака болады, андай басын сонымен тұндырып алған да оймен. Шын мәнінде оның ешқандай ондай нәрсесі жоқ. Просто олмен бір сөйлескенде, сенде осылай панический атака, осылай, менен не өтті дегенде жаңағыдай, курс өтті.
енді мақсат бұл жерде сату болып жатыр ғой тек қана. Адам соған сеніп сол нәрсені сатып алып өтуі мүмкін. Сондықтан не қосамыз, критическое мышление қосамыз, кім не айтып жатыр, бұл маған қатысты ма, или менен өтіп кетіп жатыр ма. Даже мен айтып жатқан сөзінің өзін саралап алыңыздар. Маған бұл келе ма, менде бұл шынымен реніш бар ма, әлде жоқ па? Бұл менің шынымен өміріме әсер етіп жатыр ма, менің өміріме әсер етіп жатқан жоқ па? Не надо андай бір адамды инстаграмдағы білмеймін, ол блогер болсын, ол эксперт болсын, қандай мықты, бай, күшті адам болмасын, анализ жасаймыз өзіміз. Потому что бұл менің өмірім. Бәрін қабылдай бермейміз, сіз немес губка емессіз, сорып ала беретін. Біз и так бала кезде сөйтіп өстік, ата-анамыз не айтты, біз соны сорып алатынбыз. Потому что бізде ол кезде подсознаниямыз, миымыз енді қалыптасып жатты, біз не бар, просто соның бәрін ала бердік та. Соның арқасында бізде программалар түзілді. Соның арқасында мен қазіргі өмірді сүріп жатырмын. И менің қазір осознанно жасайтыным ол фильтр қою. Кім не айтып жатыр, бұл маған келе ма, келмей ма? Қанша мықты репутациясы керім адам болсын, сыйлы адам болсын, что это не означает, что ол там құдай дегенді білдірмейді. Ол не айтады, болды ақ деген ақ, қара деген қара емес. Көзсіз сену, көзсіз табыну, фанатизм ешкімді жақсылыққа әкелмеген. Даже мысалы қазір соғыс болып жатқан жоқ па, Израиль мен Палестина арасында. Діни фанатизм артық терроризмге ұласып жатыр. Сол сияқты да бұл нәрсе. Яғни қатты фанат болсаң, ол қиратып жібереді, сындырып жібереді адамды. Немесе сен андай фанатит етіп жүрген адамың бір күні басқа жағынан көріп қалуы мүмкін да. Ол адам саған ұнамай қалады. Бірден сенде отвращение, жиіркенішті болып кетеді. Осы үшін сортировка жасаймыз, және ешкімді құдай көрмейміз. Ешкімді выше себя санамаймыз. Яғни бұл менен жоғары, бұл сондай ақылды, бұл менен умный, мынандай ақшасы бар, бүйтке жоқ. Өзіміздің ішімізді, өзіміздің сыртымызды біреумен салыстырмаймыз. Және салыстыра отырып, өзімді төмендетіп, біреуді бүйтіп көтеріп алмаймыз. Вот это ошибка. Когда мен біреуді көтеріп өзімді төмендеткен кезде, мен өзімді жоғалта бастаймын, өзімді тыңдамаймын, өзімді сата бастаймын. Мен өзімнің ойымды тыңдамаймын, ішімді тыңдамаймын. Мен ана адамның сөзі мен үшін заң болып кетуі мүмкін да. Болды сен өзің андай жолыңда келе жатып, адасып қаласың, қай жолға жүретінін білмей қаласың. Мынау менің жолым ба, менікі емес па деген бет сұрақ туындап қалады да. Мен істеймін ба, бұны істемей қояйын ба? Жоқ, бірінші менде өзіндік пікір болу керек. Мен болу керек. Мен это андай мендік бір тәкаппарлықтан емес, кәдімгі здоровый эго болу керек та. Так, мен былай ойлаймын, бұл маған керек емес, бұл менікі емес. Себебі адамдар, сыртқы адамдар маған сөйлеген кезде өзінің проекциясымен сөйлейді негізі. Өзінің әлемінде не бар, сол нәрсемен сөйлейді. Егер ол адамның әлемінде обида, реніш, сондай бір тынышсыздық болса, ол сыртқы әлемге де соны шығарады. Ол соны көреді. Мысалы, бір адам бар ғой, тек қана адамдар минустарын көре береді да. Мынау мынандай деген сияқты жаңағыдай жамандықтарын көре алады да. Екінші бір адам болуы мүмкін, тек адамның жақсылықтарын ғана көреді. Ол жаманды вообще мән бермейді, игнор жасап өтіп кетуі мүмкін да оған. Внимание да бөлмейді жаман қасиетке. Екеуінің әлемі екі түрлі. Мына адам үшін бүкіл адам опасный, бүкіл адамның ниеті дұрыс емес, бәрінің минустары бар. Мына адам үшін барлық әлем керемет, адамдар керемет болуы мүмкін. Екеуі де саған кеп өзің проекциясын айтады да. Мысалы, кеп айтуы мүмкін, так, Фариза, сен күштісің, сен мынандайсың деу мүмкін. Бірақ ол негізі мені мақтап жатқан жоқ, ол өзі туралы айтып жатыр. Потому что оның ішінде сол нәрсе бар. Ол сол нәрсені көріп тұр. Ана жақтан біреу кеп, сен соқырсың, сен не тосың, аяғың не то, мұрның не то, жасап жатқан ісің не то. Короче, сен ты ненормально деу мүмкін да. И ол тоже өзі туралы айтып жатыр. Это не про меня. Осыны түсініп алыңыздаршы. Когда сізге біреу кеп әңгіме айтып жатса, это в основном сіз туралы емес, ол өзі туралы айтады. Барлық адамдар өзі туралы айтады. Ешкім біреудің әлемінен кіріп, біреудің проекциясымен сөйлей бермейді. Егер әрине ол бір прокачанный, бір мықты, бір маман болмаса, в основном, енді қарапайым адамдардың көпшілігі өзінің тарапынан сөйлейді.
Осы үшін сыртқы адамдардың сөзі үшін өзіңізді тастап жібермеңіз. Өзіңіздің ісіңізді тастамаңыз. Өзіңіздің арманыңызды аяқ асты етпеңіз. Біреудің сөзіне ренжіп, жабылып, мына әлемде менің ғана жолым болмаған, менің қолымнан түк келмейді, мен түк істей алмаймын, мен бір бейшарамын деп отырма. Неге? Себебі сенің күшіңді, сенің жасай алатын ісіңді сен шешесің. Ең бірінші сабақта айтқанымдай, мен өмірде кім болатынымды, не істейтінімді, қанша ақша табады, негізі мен шешем. Мен қандай шешім қабылдаймын, сол шешімге орай маған мүмкіндіктер келеді, адамдар келеді, жағдайлар келеді. Әлем айна. Сенің ішіңде не бар, соны көрсетеді. И осы жерден екінші нәрсе шығады. Бізде сценарий дейміз, немесе программалар шыға бастайды. Егер сенің әлеміңде жаңағыдай программа болса, мені барлығы алдайды, мені барлығы пайдаланады, ой, барлығы лохотрон, ой, барлығы өтірікші, ой, барлығы түкке тұрмайды, короче, не получится, ешнәрсе қолымнан келмейді, ешнәрсе шықпайды. И сенің программаң сондай болса, бала кезде айту мүмкін, ол программа қайдан келеді? Бала кезде мама айту мүмкін, сен жүрген жерің бір шөп шықпайды. Аласың, сындырасың, қиратасың, қолынан боқта келмейді деген сөзді көп айту мүмкін. Соның әсерінен сенің басында сондай программа, нейронный байланыс пайда болды. Сен ойлайсың, мен неме айналсам да, менің қолымнан келмейді деген ой қалыптасып қалған. И сен всегда бір нәрсе жасайсың, шынымен де қолыңнан келмейді. Бұл жерде тастап жібермеу керек, керісінше жаңағы программаны просто ауыстыру керек. Менің қолымнан түк келмейді, мен бір бейшарамын емес, келеді қолымнан құрсын. Адамнан қолымнан келіп жатқан тірлік менің де қолымнан келеді. Жұрт дейтін ғарышқа ұшып жатқанда, түрлі технологияны ойлап тауып жатқанда, жаңалықтар ашып жатқан кезде, білмеймін, миллионерлер, миллиардерлер бар кезде, менің алдында жасап қойған ғой, біреулер шаг жүрген, қадам жасаған, тапқан, ана нелер тұрда, биографиясы тұрда. Мен қалай менің қолымнан келмейді деп айтам. Потому что дәл мен жасап жатқан істе мықты адамдар уже бар ғой. Мықты дәрігер уже бар, дәрігерлер өте көп болған, олар көп жаңалықтар ашқан, өте көп операцияларды уже жасаған. Демек, менің де қолымнан сол операцияны жасау келеді. Менің де қолымнан бизнес жасауды келеді, себебі бұл бизнесті мына жерде мынандай адамдар жасаған. Бар ғой опыт. Ресторан ашқандар да жетеді, жаңағы фабрика ашқандар да жетеді, цех ашқандар да жетеді, жаңағы тамақпен айналысатын, жеңіл өнеркәсіппен айналысатындар жетеді. Жетеді. Значит, мен де жасай аламын. Новый опора тауып, өзіме сол нәрсені орнатамын. Жаңағыдай мені алдайды, мені пайдаланып кетеді, мен тек осы өмірде маған ешкім көмектеспейді, ешкім көмектесе алмайды, маған ешкімнің ешқандай жаңағы әсері болмайды деп айта беретін болса, әрине, сен тағы да әлемнен не аласың, подтверждение аласың. Саған шынымен де ешкім көмектесе алмайды, сен мамаңда, папаңда, досыңда, бауырыңда, күйеуіңде, жігітіңде ешкім түсінбейді, әлем сені тыңдамайтын сияқты, қолдамайтын сияқты, Алланың өзі сені жақсы көрмейтін сияқты болып көріне бастайды. И сен бір әлемде бір өзің қалған сияқты сезімде боласың. Потому что бұл программаны сен өзің жасап алдың. Бұған әлем кінәлі емес, ата-ана кінәлі емес, сыртқы біреу кінәлі емес. Просто мен бұл программа қаяқтан келді? Менің басында не программа бар? Отырып жазыңызда, мысалы, адамдар болуы мүмкін. Ақша табам, ұрлап кетеді, тартып алады. Ақша тапсам, мен кімге? Біреуге беру керек боламын, біреуді асырау керек боламын. Менен бәрі дәметіп отырады. Тағы не бар? Басында қандай таракан бар? Қағаз бетіне тағы түсір. Когда тағы да жаңағыдай ғой, алдыңда тұрып, жаңағы нәрсені жазып аласың да, бүйтіп, алдыңда тұрған кезде сен уже четко көресің. Мынандай нәрселер бар. Мен ананы ауыстыратынын уже түсінікті да саған. Мына таракан бар менің басымда. Мынандай ой келген кезде мен өзіме айтамын, так, стоп, Фариза, бұл біздікі емес, бұл ойды тоқтатамыз. Мен лучше былай ойлап көрейін. Каждый ой келген сайын мен тоқтатып отырамын да, жаңағыда менің қолымнан келмейді, сен жасай алмайсың, сенен түк шықпайды деген кезде, так, тоқта, Фариза, бұл біздікі емес. Давай попробуем, менің қолымнан келеді. Даже сөзде күш бар, сөзде энергия бар деп айтам, Яғни, мен жаңа қолымнан келмейді деп отырған кезде, мен явно екі аяғым бүйтіп, мылжырап, салбырап отырам да.
Ал когда менің қолымнан келеді, мен істей аламын, мен жасаймын, мен добиться етемін дейтін болсам, менде бәрібір ішкі рух пайда болады. Ішімде сенім ояна бастайды. Мен уже алға жүруді пландай бастаймын. А егер мен отыра берсем, жаңағыдай, мен келмейді қолымнан, қайтем жасап деп қайтадан жатып ұйқыға кететін болсам, болды, мен тағы да ұйықтап кетемін. Қашанға ұйықтайсың? Жасың 20-да, 30-да, білмеймін, 40-да, 50-де. Уже куда? Ешқандай гарантия жоқ, что біз ровно 70 жас өмір сүреміз, 60 жас өмір сүреміз деген гарантия жоқ. Просто ертең ар жаққа барғанда қалай ответ береміз? Мен дым істемедім, мен просто ойладым, что мен қолымнан келмейді деп айтпаймыз ғой. Егер мен басыма бір идеяны беріп тұрса, ойды беріп тұрса, значит, ол қолымнан келеді смело. Әйтпесе ол ойды маған бермесе. Миллиондаған адам бар ғой. Соның ішінде миллионның басына да бір идея келмейді ғой. Бәрі бірдей, білмеймін, дәрігер бәрі бірдей мұғалім емес қой. Әркімнің басына келген өзінің идеясы айтады. Біреу дәрігер, біреу мұғалім, біреу жаңағыдай визажист, біреу хейр стилист, біреу білмеймін, свадебный салонмен айналысады, көйлекті прокатқа берумен, сатумен айналысуы мүмкін. Біреу сумкамен айналысады, біреу аяқ киіммен айналысады, біреу курткамен айналысады, біреу саяхатпен айналысады деген сияқты. Әркімнің басында өзіне сәйкес келетіндей, өзінің сұранысына, потенциалына, жағдайына келетіндей идея келеді. Біз енді идея келсе айтады, бұған ақша жоқ, бұған күш жоқ, бұған таныс жоқ, бәке жоқ, сәке жоқ деген сылтау кетеді. Сылтауратпаймыз, тұрып жасаймыз. И сол программаның құлы болып кетпеу керек. Жаңағыдай өзің бұрынғы программаң көтеріліп жатқан кезде, мен банкрот болам, менде бұрын опыт болған, мені ақшамды ұрлап кетеді, ақшам жоғалып кетеді, мен қазір бір командаға біреуді алсам, ол мен ақшамды тонап кетеді, мені алдап кетеді, мені пайдаланып қалады. Бірінші болсын сол жағдай, сол кезде көресің, сен болмаған ситуацияға бола артық энергия беру, артық тревожность қосу. Зачем? Попробуй, мысалы, менде болды тоже. Когда мен именно осы рассрочкамен айналысып жүрген кезде, рассрочкаға курстар алатын кезде, мен өзімде ашылмай тұрған уақытта мен басқа бір адамнан өткізіп жүрдім. И целый бір запуск жасадым. Ол айда негізі одан да көбірек суммаға, 4 есе көбірек планға қойылған еді, бірақ почему-то одан сәл аз шықты. Примерно қанша шықты? $4,500 шыққан шығар. Это біздің есеппен 2,5 миллиондай ма сондай. Бірақ запусктен сондай болған. И хотя мен бір 10 миллион ба, 15 миллион план сондай қойылған, но сондай ақша шыққан жоқ. Мен көңілім күйім кәдімгідей түсті да, негізі. Мен 10 миллион план қойдым, неге оған жетпедім. 21 жылы болған оқиға. И бір қызығы, әлгі кісі ол ақшаны алып, мен өзінің қажеттіліктері болған ба, жұмсап тастаған ғой. Әні жіберем, міні жіберем, бір күн өтеді, 3 күн өтеді, мен жұмыстармен ұмытып кетем, бір апта өтеді. Ана кісі уже телефон алмай, жауап бермей, жоқ болып кетеді да. Мен живой ол кісіні вообще көрмегем, просто онлайнда танимыз, ортақ бір танысымыз болған, сондай адамда. Танымаймын, білмеймін, просто ақша жібере саламын да. Настолько менің әлемге сенім сондай тұғын. Бірақ менің басымда да сондай бір программа болған шығар, что менен ақша жоғалады, көп ақша тапсам, көп ақшам жоғалып кетеді деген сияқты. И ана кісі әмин болады да. Уже 2 аптадан кейін түсінем, ол адам байланысқа шықпайды, мен оның адресін де білмеймін, толық аты жөнін де білмеймін. Тек қана телефон номері бар, аты ғана бар, жұмыс жасайтын орнын ғана білем. Жұмыс жасайтын орнына барып көрем, ол күні білмеймін, ол жұмыста жоқ деп айтады, сотрудниктер жаңа қасында коллегалары. И сонымен ол ақша жоқ болады. Мен бір ай бойы просто так сол адамдар үшін қызмет етіп берем. Жаңа сатып алған адамдар үшін. Ол кезде не бар бізде? Магнит қыз 2-ден 0-ден кезеңі ғой деймін. Қызмет етіп берем. И в то же время мен түсіндім да, мен қазір бұны мен можно было оны іздеуге болады, санағыдай жұмысынан күтуге болады, ұрсуға болады, төбелесуге болады, айқай шығаруға болады, соттасуға болады. Но это дофига энергия кетеді да оған. Ана соттасудың өзіне біраз ақша керек та. Жарайды дедім, енді, значит, ол ақша кету керек болған шығар. Менің басымда программа болар. И попробуем дальше. Не болады дальше. Зато дальше мен одан да больше ақша таба алдым. Және менің планым не үшін орындалмағанын да түсіндім да. Ол ақша жоғалатын ақша болғанда. Егер, конечно, мен 15 миллионды біреу алып кететін болса, конечно, мен бір нәрсе жасармай едім. Но 2,5 миллион үшін мен өйтіп шаршамадым. Яғни оны, в принципе, тағы да бір 2-3 күнде табуға болатын ақша.
лучше мен ақша табуға фокусты қояйын, нежели мына жақтағы минусқа емес. Яғни басында программа бар ма, ақшаны тартып алып жоқ болып кетеді, ұрлап кетеді. Пусть болсын бірінші сол ситуация. Сосын сол ситуация болған кезде көресің де, түсінесің да, ол соншалықты қорқынышты емес. Ну, конечно, маған кезінде мен ең бірінші бастаған кезде 18 жасымда менен 2,5 миллион теңге жоқ болып кететін болса, мен истерика шығаратын бедім, мен өкіріп жылайтын бедім, мен жаңағыдай ашудан қылғынатын бедім. Но мен так 21-де қаншада болдым мен? 23-те болдым да. Ол кезде более спокойно болды. Потому что мен түсіндім да, ол ақша мен таба аламын. Ақша келеді, кетеді. Нормально. Расслабься дедім да, тым болмағандай қайтадан өзім тірліктеріммен жүре бердім. Сол сияқты да, яғни ситуация болған кезде ғана шешесің оны. Андай болмай атып, бүйтіп отырудың қажеті жоқ. Ну, алдансаң бір рет алданарсың, көресің оны. Біреу пайдаланып кетсе, хорошо пайдалансаң, оны да көресің. Аллахтың расчеты бар екен, ұтпау керек та бұл жерде. Әр нәрседе қайыр бар. Любой нәрседе қайыр бар екен түсінсе, адам қиналмас еді. Бірақ біз ақшаға келген кезде жаңағы өзімізді қосып алғанбыз ғой. Контрольда ұстағымыз келеді да, бәрін бақылап, бәрі андай точка, үтір, запятаясына дейін бәрі четко болу керек. Цифрасы түгел болу керек. Я, ол бизнеста керек әңгіме, но одновременно сенім деген зат болу керек. Сұрақтарыңызды сәл кішкенеден оқимын, ойым бөлініп кетеді. Андайда цифрға қатты мән беріп жүріп, контроль қойып алып, Алланың ісіне араласып кетпеу керек та бұл жерде. Басыңызда дұрыс программа болса, яғни мен ақша таба аламын, мен оны жарата аламын, мен бұны игере аламын, бұған дайынмын, көтеремін, не болса да көремін дейтін нәрсе болса, ол нәрсе келеді. Егер мен қорқып отырсам, сол қорққан күйімде қалам. Мысалы, қазір 100 000 теңге тауып жүрсең, значит, сен 100 000 теңгені ғана басқара аласың. 100 000 теңгеге ғана сенің шамаң жетіп тұр. Энергия объемың, шешімдерің сол 100 000-ның төңірегінде. Сен 500 000 берсе, сен қаласың, сен миың көтермейді оны. Саған сенде тревога қосыласың, мен оны қайыққа құртамын, не істеймін? Деп бастайсың. Осознанно, конечно, айтасың, жоқ, мен ондай тапсам, мен бүйтетін едім, сөйтетін едім, дейсің, бірақ таппай жатырсың ба, значит, ол нәрсені просто басқара алмайсың. Ақша когда келеді, когда адам дайын болған кезде. Барлық жағынан. Жаңағыдай бүкіл темный сторонаңды осы үшін білу керек. Себебі ақша өскен сайын сенің темный сторонаң көтеріледі бірге. Мысалы, сен мақтаншақ болсаң, былай жүргенде мақтаншақ болсың, натураң сондай адамсың. Мақтанғанды жақсы көресің. Біреу мақтаса жақсы көру мүмкін. Это нормально, окей. Осындай бір қасиетің бар. Бірақ сен бұны мойындамайсың, өзіңе өзің отрицать еткің келеді. Басқа адамдар айтады, я сен мақтана бермеші деуі мүмкін. Жоқ, мен ондай емеспін деп ақталасың адамдарды. Өзің ол қасиетіңді мойындамайсың. И бір момент болуы мүмкін, сен өсе бастайсың. Жаңа ақшаң көбеюі мүмкін. Енді 100 000 теңге тауып жүрген, мақтанып жүрген адам 500 000 тапқан кезде естесің, ол мақтанады. Андай зат алдым, бүйттім, сөйттім, анаған бардым, мынаған бардым деп ол мақтануы мүмкін. И адамдар оны ұнатпай бастайды, естественно, раздражать етеді, триггерить етеді. Араласқысы келмеуі мүмкін, біреу конфликтке түсуі мүмкін. И бұл мақтаншақтығың көтеріле береді да сенімен бірге. Но когда сен бұл мақтаншағыңды мойындайсың, менде осындай қасиет бар, и оны проявлениясын басқара аласың, яғни мына уақытта көрсетемін, мына уақытта мен мақтанамын. Мақтануға болады, экологичный мақтануға болады да. Яғни біреуді төмендетіп, кемсітіп, вот сен бір бейшарасың, мен осындай кереметпін деген бақытта емес. Экологично мақтанатын болса, онда наоборот, ол нәрсе саған көбірек ақша алып келуі мүмкін. Сен басқаларға мотивация беруі мүмкін. Мысалы, біреулер салады ғой, жаңа машинасын салады. Ол өзі біріншіден қуанып тұр, қуанышымен бөлісіп жатыр, екіншісінде бәлкім признание алып жатыр, жаңа мақтану арқылы, көрсету арқылы. И олған сен айтпайсың ғой, сен мақтанып жатырсың деп ше. Ол потому что өзің қуанышымен бөлісіп жатыр. Ол андай, сенде машина жоқ, сен бейшарасың деп айтып жатқан жоқ та, бұл айтқан кезде. Ол оны экологичный форматта жасап жатыр. Поэтому сенде оған восхищение болады, ол саған керісінше мотивация береді. Яғни қасиетіңді дұрыс түсінсең, және оны дұрыс подача жасайтын болсаң, наоборот, ол көп адамдардың саған дейтін құрметің, махаббаттың арттыруы мүмкін. Ал егер сен өзің темный сторонаңды бассаң, мен мақтаншақ емеспін, мен қызғаншақ емеспін, мен өзімшіл емеспін, мен андай емеспін, мен мындай емеспін, яғни мойындамасаң,
онда ол өскен кезде, сен өскен кезде ол да өседі ғой, и оны басқара алмай қаласың. Сол кезде не пайда болады? Бардак болады өмірде. Себебі бір жерге барасың, конфликтқа кіріп кетесің, ұрыс керіс хайвай болады, андай айтады ғой. Ат шықпаса жерлерде дей ма? Сондай сияқты, мысалы, танымал адамдарда болады, иә, бізде әншілерде, там білмеймін, актерларда, біреумен төбелесіп қалады, ішіп алып бір нәрсе істеп қалады, жаңағыдай не то бір әрекеттер жасап қалады да, который адамдар қабылдамайтын. Но неге қабылдамайды? Потому что ол оны өзі қабылдамайды, өзі бұрын көрсетпеген болуы мүмкін. Мысалы, инстаграмда белый пушистый күшті керемет болуы мүмкін, сахнада керемет мәдениетті, осындай тәрбиелі, салмақты, сабырлы болуы мүмкін. А в жизни ол, оказывается, агрессияға толы адам. Вот ұрсады, вот төбелеседі, сондай адам болуы мүмкін. Это же не означает, что ол адам жаман дегенді білдірмейді. Просто ол оның жаңағы жаман жағын көрсетпегендіктен бір кезде ол шыққан кезде ол үлкен болып шығып кетеді да. Сосын шу пайда болады. И бұл ең қиын темада. Ақшадан біз қорықпауымыз керек. Просто мен темный сторонамды білсем, мен оны басқарып отыра алам. Мойындаңыздар, қандай қасиеттеріңіз бар, қандай жақтарыңыз бар, қандай программаларыңыз бар бастарыңызда. Просто мойындап жазыңыздар өздеріңіз үшін. Мен мынандаймын деп. Мында жазбай қойыңыздар, өздеріңізге жазыңыздар. Мен мынандай қасиетім бар, мен қорқам, ертең мен бай болып кетсем, мен тәкаппар болып кетем деп қорқам. Потому что мен қазірдің өзінде осындаймын. Қазірдің өзінде мынандай нәрселерді жасаймын. Осы деңгейімен жүріп мен ұрсам, осы деңгейімен жүріп мен біреу төмендетем, осы деңгейімен жүріп мен мақтанамын и так далее. Толтып жазып алсаңыздар көресіздер. Және сценарийларын жазып алыңыздар, программаларыңызды жазып алыңыздар. Мысалы, жаңағыдай мен алдап кетеді, тонап кетеді, мені лақтырып кетеді, менің ақшамды алып кетеді, мен команда алсам, ол команда менің бизнес идеямды ұрлап, барып өздеріне сондай бизнес жасап алады, потом маған конкурент болып кетеді. Деген сияқты басындағы бүкіл сценарий жазып алсаң, түсінікті уже сен онымен справляться ете аласың. Ал когда сен ол нәрсені білмесең, түсінбесең, сен онымен басқара алмайсың. Дұрыс айтасыз, солай дейді. Көрініп тұрады өтірік маска киіп отырғаны дейді. Но қараңыздар, значит, сіздің былай ғой, мысалы, біреудің маска киіп отырғанын көріп отырсаңыз, значит, сізде маска киесіз. Қандай адам басқа адамның маска киіп отырғанын көре алады, өтірік айтып отырғанын көре алады, когда адам өзі өтірік айтатын болса. Өзі өтірік айтпайтын адам өзгенікінің өтірік не шындығын білмейді. Потому что ол өтірік дейтін нәрсе оның әлемінде жоқ. Жаңа айттым, бұл менің проекциям. Мен басқаларда не көріп отырсам, значит, ол нәрсе менде бар. Ол тема менде бар. Мен бір адамның жаңа айтады ғой, мынау мақтаншақ, мынау тәкаппар, мынау мынандай, мынау жүргіш деп айтатын болса, по крайней мере, ол қасиет өзінде де бар да. Сол үшін ол одан көріп тұр. Немесе ол нәрсе өзінде бар, бірақ ол оны көрсетпейді. Поэтому ол триггерить етуі мүмкін. Мысалы, так, не істесең де өзі кінәлісің дейді. Кінәлісің деп айтып, кінәлау сезім беру емес мақсат. Мақсат түсіну. Блоктарыңызды түсініп, онымен жұмыс жасауды үйренсеңіздер, сіздерде ақшамен проблема болмайды. А егер, когда мен өзімнің жаңа ақшамен қатысты блогымды түсінбесем, онда мен всегда бұл темадан қашып жүрем. Естественно, мен минуста боламын, немесе ақша жоқ, ақша келмейді. Сосын отырам, мені ақша келмеуіме кім кінәлі деп. Просто мен басымдағы ойыммен бір нәрселер жасап жатырмын, шектеп жатырмын, әлемді шектеп жатырмын, адамдарды шектеп жатырмын, өзіме келетін мүмкіндіктерді шектеп жатырмын. Басымдағы сол программаның жемісі. Енді машинасының әдемілігі бар деп айту керек екен дейді. Бұл сондай ғой. Короче, когда сіз адамдардан бір нәрсені көресіз, либо ол мені триггерить етеді, либо мен жаңа маған ұнамай тұрса, қарап көріңіздер, қандай сезім? Зависть туғыза ма, жиіркеніш туғыза ма, агрессия сезіндіре ма? Мен не сезінем біреудің успехына қарап? Бай адамға қарап менде қандай сезімдер көтеріледі? Вот болады ондай лакшери өмірін көрсететін адамдар болады, оны проявлять ететін адамдар болады.
қымбат отельде жүреді, машинамен жүреді, киімдермен жүреді. Анаған қарап тұрып, мысалы көбінде комментарийді оқыған кезде мынандай нәрселер болады ғой. Ой, осы 1 миллион теңгеге торт алғаннан гөрі 1 миллион теңгені садақа бермедім ба? Сол дұрыс еді ғой. 100 миллионға машина алғаннан гөрі сол арзандау машина алып соны халыққа бөліп бермедім ба дейді. Біреудің жетістігі, біреудің армандап жүріп, еңбектеніп жүрген тапқан ақшасын қалай жұмсаса да өзі біледі. Оны білмейміз біз садақасын қалай беріп жатқанын. Явно көп ақша тапса бір нәрсе беріп жатыр ғой адам әлемге. Оны ешкім білмейді, явно ол айтылмайды да. Бірақ мына жақта не өзі бере алмайтын адам, өзі 100 теңгеде бермейтін адам қылғынып жатыр да комментарийде. Неге бермейсің, неге таратып тастамайды? Ол адамға қолына 10 миллион берсе, бермейді ғой. 1 миллионды садақа бермейді ол. Астына басып отырады ана 10 миллионды ол. Өзінің проекциясын айтып жатыр да ол. Неге бермейсің, неге бүйтпейсің дейді. Оны триггерить етіп жатыр. Жаңағына роскошный өмір оны триггерить етуі мүмкін. Немесе жаңағыдай бұл дейді, мода болып кеткен, бұл андай болып кеткен деген сияқты әңгімелер айту арқылы адам өзіне сол роскошты, яғни ақшаны солай жұмсауды өзіне рұқсат бермеуі мүмкін да. Хотя, мысалы, ондай да кәсіпкерлер бар, көп ақша табатын адамдар бар. Миллиондап ақша табады, бірақ өзіне қымбат дүниелерді ала алмайды. Ол әке-шешесіне алып беру мүмкін, әйеліне алып беру мүмкін, күйеуіне, бала-шағасына, туысқандарына, досына, басқаларға қымбат зат сыйлау мүмкін, бірақ өзіне сыйлай алмайды. Также, мысалы, брендпен әңгіме. Бренд сумкалар, бренд киімдер, бренд аяқ киімдер, біреуді ол триггерить етеді. Сол аяқ киім, сон барып, обычно алсаң да сондай ғой, негіздің айырмашылығы бәрібір бір киетін аяқ киім функциясы бір, деп айтады. Это те люди, которые не могут себе это позволить. Яғни өзіне рұқсат бере алмайтын адамдар айтады. Ішкі әлеміңдегі нәрсені сыртына шығарады, болды. Басқа дым істемейді да ол. Любой нәрсе менің ішімдегі әңгіме, мені триггерить етіп тұр. Оның өзіне барып 2 миллионға барып кроссовка сатып алғанда мен көтере алмаймын, потому что мен 20 мыңның кроссовкасын өзіме азар алуы мүмкін да. Қиналып тұрып, ақшаны қимай, бүйтіп тұрып беруі мүмкін да. Ананың 2 миллионға кроссовка алып тұрғаны кішкене мен миыма сыймайды. 2 миллионға мен одан да күшті тұра алып мен деп ойлайды да ол. Ол адам рұқсат берді, оған 2 миллионға аяқ киім алып тұрса, демек оның табысы, білмеймін, 20 миллион шығар. Оған дым қиын емес ол ақша сума. Әр адам өзінің сумасын ойлайды. Сен мысалы 200 мың тапсаң, саған 20 мың теңге аяқ киім алу, it's okay, проблема жоқ. Дәл сол сияқты анаған 20 миллион табатын адамға 2 миллионға аяқ киім алу, it's okay, проблема жоқ. Андай мышленияларыңызды қарап көріңіздер. Просто қарап отырың, анализ жасап отырыңыздар. Мен не деп айтам, мен біреуді қараған кезде қандай чувствомен қараймын, не деп ойлаймын деп көрсеңіздер, түсінесіздер. Так. Эфирге өте тез алды. Түсінбедім. Мен көп ақшаны басқара алмаймын деп ойлаймын. Неге сол триггер етуде сол адам ұнатпай тұрасың ғой, ол неге дейді. Ва, осы мен ғой қимаймын өзіме неге десем. Ақшаға безразличный сияқтымын, кейде қанша ақшам бар екен білмеймін. Неге триггер етеді? Потому что бұл жерде былай да. Бұл нәрсе менде де бар ғой. Я же хочу тоже. Менде ана 2 миллионның кроссовкасын алғым келеді. Мен де өзіме қымбат заттарды алып жүргім келеді. Бірақ мен даже қалтамда ақшам болмауы мүмкін, бірақ мен даже өзіме мысленно рұқсат бермеймін да. Өз қалаларыңыздағы қымбат бутиктарға барыңыздар. Вот қымбат, мен ол жерге бара алмаймын. Вот мен келе алмаймын ол жерге деп ұялатын жерлеріңізге барыңыздар. Вот практика. Барып жасайтын нәрсе. Барып сол жердегі ең ұнайтын, ең қымбат болатын затты киіп көріңіздер. Ол үшін ешкім бастарыңыз шауып алмайды. Кигеніңіз үшін, отырғаныңыз үшін, сұрағаныңыз үшін, тем более қымбат магазинде сізге ондай обращение жасамайды. Ана неде ғой, базарда нелерде ғой, ұрсатын. Болшы алсаңғаш, алмасаң кетші деп айтатын. Ал қымбат жерлерде өйтіп ұрыспайды сізге ешкім. Поэтому қазір ала алмай тұрсаңыздар да барыңыздар, көріңіздер, киіңіздер. Сол жердің иісін жаңағы сезініп, қолмен ұстап, денеңізбен сезініп, пайдаланып көріңіздер. Демо версия ғой, яғни сатып алғанға дейінгі тегін версияда ол барып алып, қарап, көріп.
сезініп көруге болады. Мысленно рұқсат беріңіздерші. Неге триггерить етеді? Потому что я хочу это. Менің душам хочет. Кім бай болғысы келмейді? Бәрі бай болғысы келеді. Кім ақша тапқысы келмейді? Бәрі тапқысы келеді. Кім күшті үйде тұрғысы келмейді? Бәрі тұрғысы келеді. Ешкім айтпайды, мен лашықта палаткада тұра берер едім, маған просто үңгір болса болады деп айтатын адам жоқ. Маған жаяу жүрген ұнайды, маған автобуста адамдармен жабысып, таңертең бықсып, сасып, әркімнің иісін иіскеп, жұмысқа барған 2-3 пересадкамен жүрген ұнайды деп айтпайды ешкім. Бәрі бай болғысы келеді. Таксимен, өзінің машинасымен, комфортпен жүргісі келеді. Мен қарап тұр, мен неге триггерить етеді? Потому что я хочу это. Но мен мысленно өзіме рұқсат бермеймін. Мен өзіме айтам, қойш, мен лайық емеспін, маған қайда ондай, менің әулетімде болмаған шығар, менің тұқымымда байлар жоқ шығар бәлкім. Тұқымыңызда бай жоқ па, сіз бірінші бай болыңыз. В чем проблема? Проблема жоқ ол жерде. Маған қайда ондай деп, бұл да программа. Яғни мен өзімнің программа жазам да, менің әулетімде, менің отбасымда, менің тұқымымда бай адам жоқ. Значит, мен бай болуға арналмаған деген нәрсе менің мына жағымда тұр. Сәйкесінше мен бай болудың жолдарын көрсететін жолдарды көрмей қалам. Мүмкіндіктен секіріп өтіп кетем. Бұл маған арналмаған. Мен бай бола алмаймын. Маған кедей болған ұнайды. Не сосын адам сөйтіп жүреді. Вечно бит ақша келіп жатқан кезде, кетші ақша керек емес маған. Арғай кетіңдер. Айтпаңдар ондай әңгіме. Случайно бай болып кетсем, Құдай сақтасын. Қашып жүреді ақшадан. Сондықтан программаларыңызды қараңыздар. Жаңағыдай ғой, бәрі алдап кетеді, бәрі пайдаланып кетеді, бәрі лохотрон, бәрі өтірік дейтін адамдар просто қалай айтсақ болады, өзінің программасының жемісін жейді. Любой нәрседе сенім дейтін нәрсе қатты рөл ойнайды. Мен біріншіден сөз ол энергия, ал ол сөз мына жақтан пайда болады, яғни ой сөзді, сөз әрекетті құрайды. Әрекет менің күнделікті өмірімді құрайды. Менің күнделікті өмірім, значит, ол менің қазіргі реальностым. И баратын болашағым да примерно осы. Егер қазіргі өміріңізді бір нәрсені өзгертпесең, онда ертең сен 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін өмірің примерно осы болады. Плюс-минус қатты өзгермейді, жаңағыдай 180 градусқа бүйтіп айналып өзгеріп кетпейді еш нәрсе. Тұрып чудо болып кетпейді бір күнде. Аспан айналып білмеймін жерге түспейді. Неге? Потому что мен күнде бір ғана ойды ойлап жүрмін. Сол кредит төлеп, тамақ алу керек, квартира төлеу керек, тойға барып қайту керек, анаға андай беру керек, балама андай сатып алу. Осы ғана мида жүріп жатса, течение 5-6 жылда бұл нәрсе өзгермесе, значит, солай жалғаса береді өмір. Ал когда сен өзің ойыңды өзгертесің, ана программаға тек қана квартира, тамақ, киім, қонаққа барып келу емес, глобально қойса, қазір басыңа сыймауы мүмкін, қазір мүмкін емес, қазір сенбей тұрсың. Окей, но жаз оны. Күнде қайталап көр, ана ойды, представь себе сен, басқаша өмір, күн тәртібің басқаша болса, қалай болады? Таңертең тұрасың, сен жан таласып автобуспен жұмысқа бармайсың. Өзің ұнайтын жұмысты ойлап көр. Бәлкім саған жаңағыдай салон ұнаса, мен өзім салоным бар. Вот мен асықпай, завтрам жеймін, жаттығым жасаймын, медитация жасаймын, кітап оқимын, бүйтем, сөйтем. Я асықпай жаңағыдай салоныма барам. Машинамен өзімнің. Мандай модельде. И так далее. Ойлау тегін ой құрсын, армандау тегін, ойлау тегін, ешкім оған ақша сұрамайды. Неге мынаны ойлап атсың деп біреуге бұрыспайды. Ешкім білмейді сен не ойлап атқанын, не армандап атқаныңды. Араласа алмайды бұл жаққа. Айтады ғой, бүкіл сыртқы әлемдегі заттың бәрін тартып алып кетсе де, егер мына жақта бір нәрсе дұрыс болса, ой, жалпы мышление дұрыс болса, сен сол тартып алған заттың барын қайтадан орнына қойып тастай аласың. Бар ғой ондай мысалдар. Мысалы, қаншама миллиардерлер өздерінің бизнестарынан айырылып қалған. Біреу тартып алған, үкімет тартып алған, и так далее. Бірақ оның басы болғандықтан, яғни мышлениясы, ойы дұрыс болғандықтан, ол оны қайтадан орнына келтіре алады. Сосын андай болмайды. Екінші тағы бір әңгіме бар. Қалай айтсақ болады. Мен
духовный адаммын, мен дейтін тек осындай болсам ғана жарайды, ақша ол маңызды емес, мен осындаймын, мен там тақуамын деп айтатын адамдар. Егер сіз шынымен мен прокачанный, мен проработанныймын, ақша темасы мен бәрін шешіп тастағанмын, мен бүкіл блоктарымды білем, мен оны психологпен барып жұмыс жасадым, мен терапиядан өттім, мен курстардан өттім, мен анаумен жұмыс жасадым, мен мынаумен жұмыс, бірақ қалтасында 0 теңге немесе минуста, немесе өзі қалатындай ақша емес, жаңағыдай аз ғана ақша. Значит, сен не проработанныйсың әлі. Егер сен қалтаңда өзің қалайтын ақша жатпаса, сорри, бұл шындық. Мен духовный адаммын, біз монах емес, біз таудың басында бүйтіп отыратындай. Мен таутаста өмір сүрмеймін бүйтіп, Будда емес сіздер. Адамбыз, адам болғаннан кейін бізде материалдық әлем бар. Біз рухани жағынан да, мына жағымызда материалдық әлеммен де тікелей байланыстымыз. Значит, шынымен де рухани бай адамның қалтасы да қалың болады. Факт осы. Рухани бай адам, это не может быть никогда ол кедей болу мүмкін емес. Вот реально мүмкін емес. Потому что шынымен де құлшылығы түгел адам, шынымен де сондай өзін-өзі түсінетін, өзімен жұмыс жасаған, жаңағыдай, қай дінді ұстанса да бәрібір. Сол жағынан бір дамыған, любой дінді махаббатқа, мейірімге, жақсылыққа бағытталады ғой. Вот қанша күшті проработаны, қанша рухани күшті мен дамыдым, мықты практикаларды көрдім, жасадым десе де, әлі бай болмаса, значит, ол өзін-өзі алдап жүр, ол иллюзияда жүр, оныкі өтірік. Болды, бұны мойындау керек. Просто өздеріңізге мойындаңыздар. Мейлі сен 1040 курстан өт, мейлі сен оған 10 миллион ақша сал. Это не означает, что болды бәрі керемет дегенді. Егер сен қалаған өмір әлі өміріңде болмаса, қалаған зат өміріңде болмаса, қалаған ақшаны әлі қалтаңда жатпаса, значит, мен қазір иллюзияда жүрмін. Жоқ, мен рухани адаммын, мен үшін ақша маңызды емес, мен үшін ең бірінші маңызды бұл адамдар, бұл махаббат, бұл сезім, бұл анау, бұл мынау деп қуып жүретін адамдар просто ақшадан басқа теманың барлығын көре алады, бірақ ақшаны көргісі келмейді. Себебі ақша больная тема. Ақша туралы айтса, просто мен жүрегім ауырады деген сөз. Егер ол проработанный адам болса, ол ақша темасына келгенде қиналмайды. Окей, ақша. Болды, ол оны қабылдайды, ол оны көтереді, ол оны мойындайды. Оның әлемде еще ақша бар, оған ол триггер болмайды. Қашпайды ол ақша темасына. А не проработанный адам, жаңа өзімен өзі алдап, ой, мен үшін өмірде маңыздысы ақша емес, мен дейтін маған маңыздысы тек махаббат, маған андай болады ғой қыздарда, там жігітпен жүретін кезде. Маған тек мен жақсы көрсе болды, маған тек махаббат болса болды, ақша не важно. Блин, это невозможно. Қазіргі статистика бойынша мысалы ажырасу өте көп. А ключевой момент неден? Ақша жоқтығынан. Неге? Себебі жігіттің өзінің үйі жоқ, әке-шешесімен бірге тұрады. Әке-шесімен бірге тұрғаннан кейін, жаңағы келген қызда оның заңына бағыну керек ол үйдің. Ол еркін жүріп тұра алмайды. Оған ол нәрсе ұнамайды. Сосын бір-бірімен қырыла бастайды. Жаңағыдай мамасы отношениясына араласа бастау мүмкін. Бала границасын қоя алмайды жігіт. Неге? Себебі жігітте ақша жоқ. Ақша болмағаннан кейін оны ешкім еркек көрмейді. Оның шешесі де сыйламайды оның ақшасы болмағаннан кейін. Потому что ол мужик емес. Андай жігіттер бар даже. Мамасының ақшасына, папасының ақшасына өмір сүріп, при этом семья создать етіп, сөйтіп өмір сүріп жатқандар бар. Түптің түбі мейлі 1 жыл, 5 жыл, қанша уақыттан кейін болсын, ажырасу болады. Ақша маңызды емес, ақша маңызды сен, потому что жейтін тамағың ақшамен, жүріп тұруың ақшамен, өмір сүруің полный ақша. Ақшаны көргісі келмейтін адам, немесе ол темада проблемасы бар адам ғана, ақша не важно дейді. Ақшасы бар адамға мына артқы фон сияқты. Мынаның артында менің ақша бар. Просто ақша бар. Бірақ мен айтпаймын,
маған ақша керек емес, мен ақшаны етпей, просто менде бар, міне, оны көріп тұр. Мысалы, сіздер көріп отырсыздар ма, аппақ фонды. Мына представьте, мына жердің бәрінде ақша бар. Болды ғой, міне ақша туралы әңгіме айтқан кезде мен айтамын, иә, ладно, ақшама мынандай, там мынанша сумама мына жаққа жібере саламыз, бүйте саламыз. Болды, сен қиналмайсың, потому что сенде мына жерде ақша бар. Сен ала аласың, распределить ете аласың. Мына жерде пустой болса, жоқ адамда ақша не важно дейді да, мынаны көргісі келмейді. Мынау тұр, негізі. Бірақ мен оны көргім келмейді, короче, мына жаққа қарағым келмейді да. Лучше жоқ ақша деп айта салған. Ақша не важно, маңыздысы ол емес деп айта салған жеңіл. Также жігіттерде бар ғой. Енді отношение туралы сәл айтып жіберейік. Жігіттерде бар да. Ой, қыздар ақшаға қарап қалған, бәрін тек ақшамен өлшейді. Дейтін жігіттің қалтасында көк тиын жоқ. Маған тек менімен бірге жететін, маған мотивация бер. Блин, жасың 25-те, 20-да. Сен әлі мотивация беретін қызды күтіп жүрсең, даже 20-25-тен 30-35-те де ондай жігіттер бар. Sorry. Сен 20-25, 30, тем более 40 жасқа дейін өзің қалыптасатын, уже айтады 30-да орда бұзбаса, 40-та қамал алмайды деп атам қазақ айтып кеткен. Біздің қазақтың жігіттері кезінде 15 жасында батыр болған адамдар. Понимаете? Ел қорғаған адамдар. Қазір ол мотивация күтеді да. Сен жаугер атса айтпайсың ғой. Мен мотивация берсін, маған бір қыз мотивация берсе, мен сосын қорғайым деп отпайсың ғой, примерно. Сен өмір сүруіңе 20 жыл бойы мотивация күтіп отырмадың ғой. Ешкім мотивация бере алмайды, адам өзі тұрмаса. Мен андай қыздар да бар. Андай Карпманның треугольник дейтін зат бар. Бір-бірін спасать. Біреу спасатель болады, біреу агрессор болады, жертва болады. Осы кругта бүйтіп айналып жүреді, бір-бірін құтқарады. Ана қыз өзінің спасателем, героймын деп ойлайды. Бірақ өзі де бичевать етіп жүр, негізі ақшасы жоқ, өзінде жағдайы жоқ. Ана жігітке барып мотивация берем, сосын ол күреп ақша тауып да, сосын мені үлгемен бүлдеге орайды деп ойлайды. Sorry, болмайды олай. Ол ақша тапқан кезде сен оған керек емес боласың, ол басқа қызбен жүреді. Неге? Себебі сен оған спасатель болдың, сен оған қыз болып тұрған жоқсың, сен партнер болып тұрған жоқсың, сен оған мама болып тұрсың да, оны аяп тұрсың балаң сияқты. Біз кімді аяймыз? Біз баламызды аяймыз ғой. Аналық инстинктпен мен баланы аяймын. Потому что ол менің балам. Ол мен үшін кішкентай болып көрінуі мүмкін. Но мен қалай ер азаматым деп отырған жігіт баламда болған кәме мотивация берем, кәме болған бүйтіп жүрем, сөйтіп жүрем деп айту, это очень детская позиция, по идее. Просто мен өзімнің жертвалығымды спасательствомен жабамда, ананы құтқарам деп ойлаймын. Қазір ананы құтқарып аламда, ол бірақ андай бай болып, жағдай жақсы болып, күшті болып кетуі мүмкін. Сол кезде мен агрессорға айналып кетем. Анаған тиісем, сен маған неге қарамай кеттің? Сен что-то көп қыдыратын болып кеттің, сен қыздарға баратын болып кеттің, неге маған қарамайсың деп анаумен ұрса бастаймын. Хотя мен басында спасатель болып бардым ол отношенияға. Бұл жерде де андай ғой, ақша не важно дейтін нәрсе емес, ақша важно. Любой қарым-қатынаста. Любой самодостаточный қыздан барып сұрасаң, немесе жаңағы өзі ақша тапқан жігіттен барып тоже сұрасақ, ол өзі сияқты қызды таңдар еді, немесе өзі сияқты жігітті таңдар еді. Неге? Себебі понимает, что адам, мысалы, сен өзің табысың қазір, бизнесің бар, ісің бар, жасап жатқан таза табысың 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион тауып жүрген адам болсаң, сен мына жақта 100 мың теңге тауып жүрген, басында 5 миллион қарызы бар, мен мына қызды құтқарып алайын деп ойламайды. Зачем оған онда лишний проблема? Ол айтады да, мен өзім сияқты нормальный қызды табайын. Немесе қыз айтады да, мен өзім сияқты жігітті қалаймын. Оқыған, тоқыған, жер көрген, ел көрген дейді да. Зачем маған андай тымы жоқ, баланы алып мен оны тәрбиелеп, оның бір бизнес аштыртып, оған ақша таптыртып, үйреткен. Целое обучение қойып, курс өткізіп, обучение өткізіп, сатып ақша таппаймын ба лучше? Зачем біреуге үйтіп барып үйретіп? Это бұл махаббат емес. Бұл махаббатпен шатастырмаймыз. Ойбай, тез сөйлеген сайын шатасып жатыр мен. Мен өмірімді өзгерткім келеді, но күнделікті привычка сол қалпы дейді. Бұл да мынандай ғой. Өзгерткім келеді деп айту, күту да. Не болатынын күтіп жатырсыз қазір. Кім кеп өзгертіп береді деп күтіп жатырсыз.
Сіздердің өмірлеріңіз өздеріңізге керек болмаса, ол басқа ешкімге керек емес. Саған интересный емес зат, басқаға интересный емес. Күтумен өмірлеріңіз өтіп кетеді. Күте беруге болады, отыра беруге болады да. Бірақ уақыт өтеді. Уақыт өткеннің бір несі, сен бұрынғыдай дәл қазіргідей күшің, білімің, қабілетің болмай қалуы мүмкін. Болмаса жас кезде ақша жоқ болуы мүмкін, бірақ уақытың көп, энергияң көп болуы мүмкін. Орта жасқа келген кезде ақшаң бар, бірақ уақытың аз болуы мүмкін. Энергияң да орташа деңгейде болуы мүмкін. Қартайған кезде сенде не энергия да жоқ, не күш те жоқ, да там уақыт бар бірақ. Ақша да аз болуы мүмкін. Егер просто пенсияға надеяться болсақ, ақша жетпейді. Сондай да. Нені күтесіздер именно ақшаға келген кезде? Пенсияны ма? Понимаете, білмеймін, 100 000 теңге пенсия алатындардың өзі көп емес шығар, нормальный стаж керек шығар онымен алу үшін. Минимальный пенсия қаншадан қазір? 70 000, 80 000. Кімнің қай жыртығына жетеді ол ақша? Сен өмір бойы пахать етесің, там таңертең 6-та 7-те тұрасың, 9-дан кешкі 6-ға дейін, 8-ге дейін жұмыс жасайсың, айына жаңағыдай қанша сағат жасайды қазір адамдар? Не знаю, сағатын білмеймін. Ол жағымен вообще разбираться етпейтін адамды. Аптасына білмеймін, 5 күн, немесе 6 күн жұмыс жасайсың, 1 күн выходной ұйқымен, немесе қонаққа барумен, қонақ күтумен өткізесің. Сен солай 30 жыл, 35 жыл, 40 жыл жұмыс жасайтын жер, сосын пенсияға шығасың. Бітті. И примерно андай ғой, сценарий осындай да. Қазір жалғастыра беретін болсақ өмірді, мен осылай жүрем, мысалы мұғалім ба, мен 35 жыл, 40 жыл жұмыс жасауым мүмкін. Сосын сұрақтан пенсияға шығам. Болды. Категориям бар, бір жақсы мұғалім болып, стажым нем көп болғаннан кейін, білмеймін, 100 000 бәлкім өлім деген бір 200 000 алатын шығар. Бірақ ол кезде ол менің қай жеріме жетеді? Инфляция бар да, 20 жыл, 30 жылда мен жинаған пенсионный отчисленияның өзі де ол аздық етеді. Осындай мәселе. Яғни күтіп жүре беру арқылы, немесе мен қазір өзгертуге шешім қабылдамау арқылы мен тек жалғастыра беремін. И түбі баратын жол осы. Уақыт өте тез өтеді. Біз ойлаймыз ғой. Мен даже өзім биыл осыны қатты осознать еттім 25-ке толған кезде. Или қазір қасымда енді сестренкам бар ғой, енді 17-де. Именно перваштар бар да, 17-18 жаста. Мен өзім 17-18 жасында ойымда, маған сол кездер ойлайтым, андай уақыт өтпейді ау, қазір мен андай ерте мен 25-ке келген кезде мен смело өзімді осындай экспертпін деп айтам. Ерте мен 30-ға келгенде өзімді бүйтіп айтам деп ойлайтым, мынандай болам. Но көзді ашып жұмғанша ол период өтіп кеткен. Яғни мен бұл салада жүргенім жалпы 7 жыл өтіп кеткен. Представьте себе, 7 жыл өтіп кеткен. Андай бұл енді қатты өкініп, дейтін зат емес, но бұдан да больше тағы да жасауға болады. Сіздердің жасаған әрекеттеріңіз бар ғой, жасыңыз 20-да болуы мүмкін, 30-да болуы мүмкін, 40-да болуы мүмкін, жеткен жетістіктеріңіз бар, тапқан ақша табудың бір схемасы бар, жолы бар. Енді бұны одан сайын масштабировать етіп, побольше табу керек та. Значит, мен қазір маған не кедергі? Вот осы жерде біз блог туралы айтып жатырмыз да, маған не кедергі деген сұрақты қоямыз. Маған қазір не кедергі әсер етіп жатыр? Не болып жатыр өмірімде? Кімнің сөзі басында тұрады? Ақшаға қатысты қандай сөздер тұрады? Тіпті осы эфирдің өзінде мен өте көп тапсырма айттым, техника айттым. Жасайтын адамса практика барып жасап көретін болса да, одан күшті рост болады. И төртінші бір тема программадан бөлек, 4 емес 3. Қауіпсіздік. Яғни мидағы қауіпсіздік ақшаға қатысты. Егер 100 000 теңге тауып жүрмін ба, демек мен 100 000 теңгеде ұстаған кезде өзімді қауіпсіз сезінем. Қорықпаймын ол ақшадан. Ол ақшамен басқара аламын. Ол ақшаны мен игере аламын, ол маған ауыр емес. Но когда 100 миллион болса, 100 000 теңге табатын 100 миллион көтере алмайды ол. Неге ол ауыр? Басына сыймайды, оны қаяққа жұмсаймын, қалай жұмсаймын, кімге жұмсаймын деп бас ашып қалады. Осы үшін де
біз не істейміз? Өзіміздің жаңа қауіпсіздік сезімдерімізді қараймыз. Қауіпсіздік сезімдерімізді қараймыз. Мен қай уақытта өзімді қауіпсіз сезінемін, қай уақытта қорқам. Просто представьте, егер сіздің қолыңызда, немесе мойныңызда, құлағыңызда өте қымбат жаңағыдай бриллиантпен 18 каратты сырға тұр. Құлағыңызда сырға тұр. Сонымен жүре аласыз ба? Сыртта. Метрода, автобуста, қалай жұмысқа барасыз, сабаққа барасыз, дәл солай жүре аласың ба? Жоқ, әлде қорқасың, біреумен құлағымды жұлып алып кете ма? Немесе жаңағыдай машинаң болса, күшті үйің болса, біреу тонап кете ма? Машинаң біреу сызып тастай ма, сындырып тастай ма? Білмеймін. Әйнегін шағып тастай ма? Номерін ұрлап кете ма? Өзін сындырып тастай ма? Жағып жібере ма? От қарап көріңіздер ойларыңызда. Біз көп жағдайда қорқамыз. Қауіпсіздік сезімі жоқ. Егер бізді бала кезден ата-анамыз бай боп, күнде үйде чемодан ақша жатып, нормально болса, бет бумажканы көтеріп алып, чемоданы былай лақтырып, ақшаны былай лақтырсақ, онда ақша бізге страшно болмас еді. Ақша көп адамға неге страшно, потому что ол ақшаны көрмегендіктен. Даже қазір күшті болды ғой, мысалы, Каспийда бүкіл ақша тұрады. Қолмен ұстап көрмейміз да, біз оны сезінбейміз. Қолға ұстап көріңіздер, ақшаларыңызды шешіп. Мынау мынандай болады екен. Мысалы айтады ғой, 1 миллион дейтін көп ақша сақтап көрінеді. Бірақ мен ең бірінші 1 миллион тапқан кезде осақ па дегем да. Мен бұрын ойлайтын 1 миллион біраз дүниеге жетеді. Одан кейін жатсам болады ғой, демалсам жетпейді екен. Ол менің басымда үлкен болуы мүмкін, қол жетпес болғаннан кейін 1 миллион. Но когда мен оны тапқан кезде, оны жұмсаған кезде, тым болмайды 1 миллион. Сол сияқты да, қолдарыңызға ақшаны шешіп алыңыздар, 200 мың ба, 300 мың ба, жаңа 100 мың ба, шығарасыз да қолыңызға ұстайсыз. 100 мың деген мынау ғой, міне құтақыштай ақша. Представьте, соның қасында 2 есе болсашы. Сонда қалай болар еді? Мен оны көтере аламын ба? Маған мына ақшамен жүрек қауіпсіз бе? Немесе елестетіп қойыңыздар, өздеріңіздің басыңызда жаңа сума бар да, миллион тапқыңыз келеді, 1,5 миллион, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 100 миллион. Вот сол ақшаны наличка шешіп алып, сумкаңызға салып алып жүрсеңіз, қалай жүрер едіңіздер? Тонап кетеді, тығылып алып жүресіз ба сумкаңызды, құшақтап жүресіз ба? Әлсін қарай бересіз ба ол ақшаға? Қалай жүрерсіз? Осынан біз қорқамыз. Ондай ақшаны көрмегенбіз, ұстап та көрмегенбіз. Бірақ біз ауызбен айта береміз, ананы хочу, мынаны хочу деп ше. Бірінші бар ақшаларыңызды наличка шығарып қарап көріңіздер. Сезініп көріңіздер сол ақшаның өзін. Бізде ақша электронды болып кеткен, оны жұмсау да жеңіл, андай-мындай жаңағы кредит, рассрочка алу да өте жеңіл. Дым қиналмайтын болып кеткенбіз бұл темаға келген кезде. Басымызды ауыртпаймыз. Қолдарыңызда наличка болсыншы, сіз онымен қалай распоряжаться етесіздер, мүлдем басқаша болады. Просто менің өзімде болған, бұрын мен обучениені всегда неге алатынмын. Жаңағы Каспиймен аудара саласын, басқа банктермен аударасың да, шетелге аудару керек болса. Ол ақшаны сен көзбен көрмейсің ғой. Сен түсінбейсің да, обучение сатып атқан кезде, оған төлеген ақшаның осознанность, жауапкершілік дегендер қатты сезіле қоймайды. Я попробовала. Былтырғы жылы менде сондай болды. 2 неделя өттім да. Офлайн. Біреу ментор, біреу коучингтан. В то время біріншісін мен онлайн төлей салғанмын. Не басымды шынымен ауыртпаған. Бірақ ол жақ мені сындырып жіберді. Екінші жаққа баратын кезде менде ой болды да. Мен не істеймін? Стоит, не стоит? Біреулерді тыңдау, біреуге бару. И қаншалықты бұл мені өсіреді. Осы сұрақ туындаған кезде мен ақшаны шығарып алдым. 1 миллион теңге тұратын, 1 миллион теңге шығарып алдым да қарадым. Так, мына 1 миллион теңге осынша ақша екен. Мен қазір бұны барып төлегеннен кейін мен осыдан нәтиже шығаруға дайынмын ба? Мен қандай нәтиже алғым келеді? Осынша ақша берейін деп тұр екен. Бұрын онлайнда байқалмайды ғой. 21-де мен тоже наличка шығарып алып, тоже біраз жерлерге апарған. В то время тоже сезінген бұның жауапкершілігін. Ал мына обучениянын кезінде мен прямо қолмен апарып, өзім офисқа апарып,
бүйтіп төлегеннен кейін каждый ана бүйтіп 10 мың теңге 20 мың теңге бүйтіп санаған сайын ты осознаешь, что сен төлеп жатырсың. Енді бұның жауапкершілігі бар. Енді бұның оқуым керек, бұны дальше жасауым керек, қалмауым керек, әрекет етуім керек деген жауапкершілік пайда болады. Дауысын басасың ба телефонның? И каждый раз осылай жасағаннан кейін менде не болды? Менде ана ақшаның буын сезінесің, сен уже ақшаның бар екенін сезінесің, ақшаның жұмсалғанын сезінесің. Сол арқылы не істейсің? Уже қалмайсың сен обучениеден. Анан оқисың, сезініп оқисың. Бізде адамдар қазір енді ең арзан обучениеңіз 200-300 мың теңге тұратын шығар. Қазір 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион, так соңғы көргендерім 15 миллион осындай обучениелер сатып алады да қазақтың нарығында. Значит, бұл жерде ол жауапкершілікті сезіну қаншалықты екенін түсінбей жатырмын да мен. Потому что әлі де нәтижелер төмендеу. Мейлі ол 15 миллионға оқысын, бірақ осы бұрынғы нәтижесін жасап жүр. Менде недавно тоже разборда болды. 8 миллионға обучение алған, менторство алған, өткен, барлығын орындаған, бірақ ақшадан движение жоқ. Керісінше жаңа 8 миллионы мойында былай тұр. Дауысын басшы дейм телефоннан. Тықылдатып қоймай жазып отыр саған. Шығып кетті мейлі. Осындай зат бар да. Бұл жерде ақшаның жауапкершілігі, ақшаның энергиясы, ана ауырлығы адамға сезілмейді. Немесе ақшаның қолында болмағаннан кейін оны қалай жұмсап жатқанын түсінбейді, сезінбейді. Яғни тың бір кюармен жауып тастаймыз да, отыра береміз тым болмағандай. А когда қолында болады, оны көресің, оны ұстайсың, оны сезінесің, это уже другая тема. И қауіпсіздік осыдан басталады. Яғни когда мен ұстап көремін, сезініп көремін, сол кезде менде чувство пайда болады. Мен түсінем, миым осознать етеді, ақша мынандай болады екен. И мен бұнымен жүре алады екен, это нормально екен. Просто бүкіл зарплаталарыңызды шығарып алыңыз да, қалталарыңызды салып жүріп көріңіздер, сумкаңызға салып. Қалай жүресіздер? Бәлкім уверенен жүретін байқайтын шығарсыздар. Қандай сезімде боласыздар? Бәлкім қорқасыздар, бәлкім біреу тонап кете ме, сумкаңыз бүйтіп қысып жүресіздер. Көресіз да сол кезде. Ол ақшамен сізге безопасны или опасны екен. Осындай қауіпсіздік сезімі дейтін бар. Одан кейінгі тағы айтқым келген дүние қорқыныш. Қорқу. Бұл туралы по идее айтқан сияқтымын мен. Қорқыныш бұл көп ақшадан бөлек ішкі қорқыныштар ғой. Бұл ақшаны мен ұстай алам ба, оны қалай жаратамын, қалай басқарамын, менен жаңағыдай біреу сұрап алмай ма, мама папам сұрап алмай ма, жаңағы дос туысқандарым сұрамай ма, ертең бәрі әңгіме етпей ма. Тағы не қорқыныш? Сұрақ. Бір сөздің соңында айтқым келетін зат бар. Бұл қазір сізбен болып жатқан кез келген ситуацияны отырып қарап көріңіздер, және мына нәрсені түсініңіздер. Барлығы өз уақытында болып жатыр. Барлығы болу керек болғандықтан болып жатыр. Со мной что-то не так, мен бір жерім дұрыс емес, мен ненормальный, мен дейтін жаңағыдай қате көп жіберем. Мен осындай болғандықтан осылай болып жатыр. Бәріне өзім кінәлімін. Вот мен оңбағамын. Вот мен там білмеймін. Жолы болмайтын адамын. Мен самый ең жаман адамын деген сияқты өздеріңізді қаралауды қоямыз. Керісінше бұл ойды былай ауыстырамыз. Бір мысал ретінде айтайын. Барлығы менімен неге болып жатыр деген сұрақты қоймаймыз. Керісінше мен үшін болып жатыр бұл. Түсіндіре алдым ба? Яғни бұл былай. Мысалы, менімен неге болып жатыр деген сөзде претензия көп та. Неге болып жатыр? Андай ғой, сен разы емессің, сен мына ситуацияны қабылдамайсың. Мысалы, қарыз болуы мүмкін, кредитің көп шығар. Немесе қазір жұмысың көңіліңнен шықпайтын шығар, табысың аз шығар. И сен айтасың да, менімен неге мынандай болып жатыр, мен неге бай емеспін, мен неге күшті болып андай өмір сүрмеймін, неге мен миллиондар таппаймын деген сұрақ болуы мүмкін. И бұл жерде тағы не көп? Мен
риза болмай жатырмын да, өміріме риза емеспін, жалпы болып жатқан процесске риза емеспін, мен қабылдамаймын, тағдырыма разы емеспін, неге деп мен просто бүйтіп жауып жатырмын да оны. Ал егер бұл мен үшін болып жатыр, бұл ситуация мен үшін болды, мен өсу үшін, мен дальше даму үшін менде қарыз бар. Мен даму үшін, мен ары қарай жүру үшін, мен қазір осы жұмыста жүрмін. Мен қазір осы жаңағыдай проблемада жүрмін. Бұл менің дальше менің өсуім үшін, бұл мен үшін болып жатыр. Кез келген ситуация, не только ол жаман жаңағыдай жағдайларда, жақсы жақтарда да барлығы мен үшін жасалынып жатыр. Бүкіл әлем мен үшін жасап жатыр бұны. Когда мен үшін жасап жатыр деген кезде, уже басқаша энергетика береді бұл сөз. Сенде уже претензия қабылдамау, разы болмау емес, сен қабылдайсың, я, бұл мен үшін болып жатыр. Бұл маған керек болғандықтан болып жатыр. Осы сабақты мен өтуім керек болғандықтан мен бұны өтіп жатырмын. Қазір мен қиналуым мүмкін. Мен табысым 200 мың теңге шығар, ары жетпейді, бері жетпейді. Бұл мен үшін болып жатыр. Неге? Мен осы нәрседен тез өтетін болсам, мен бұдан тез қабылдап түсінетін болсам, бұдан да көп ақша таба аламын. Қазір бұл менің этабым. Мен просто сұраймын да, Құдайдан дұға еткен кезде, Аллахым, маған мына нәрсені жеңілдетіп қойшы. Мен тез осы жердегі сабағымды алайын, 200 мың табыс тауып жүрмін, осы жердегі жұмысымды жасап, дальше маған жолдарды көрсетіп қойшы, мен тез өсейін. Мен дайынмын, мен бұны қабылдаймын, мен бұған разымын. Немесе қазір мен 2 миллион теңге қарызым бар, неге менімен мұндай болады, неге мен деп андай қақылдай бермей, лучше жақсы мен түсіндім, бұл мен үшін болып жатыр. Қарыз маған керек болып тұр. Мен бәлкім энергетикалық тұрғыда қарыз шығармын. Адамдарға, өзіме, өзімнің армандарыма, өзіме адал болмаған шығармын. Бірақ мен бұны қабылдаймын, және мен үшін болып жатқанын түсінемін, мен бұны шешуге дайынмын. Мен бұны толыққанды төлеуге шешім қабылдаймын. Шешім қабылдаймыз уже. Яғни қарыздарымды төлеуге, қашып жүруге емес, телефон алмай, тығылып емес, төлейміз. Мен төлеуге шешім қабылдаймын. Немесе мен табысым ұнамайтын, мен жақсы, міне қазір 200 мың теңге тауып жүрмін. Мен разымын, бұны қабылдаймын. Менімен бұл тағы да өсу үшін болып жатыр. Мен шешім қабылдаймын. Мен дальше өсуге шешім қабылдаймын. Ыңылдап бұл жерде тұрып қалуға, жүрмей қоюға емес, мен өсуге шешім қабылдаймын. Мен дайынмын деген кезде мен бүйтіп конфуз скачок жасаймын, секірем келесі бір уровеньға. Егер мен мына жерде бүйтіп жүрсем, недовольны болсам, жаңағы претензия көп айта берсем, неге болады менімен, десем, мына жерде көп айналам да. Себебі мен бұны қабылдамайынша, мен өтпеймін ана екінші уровеньға былай шыққан. Жүре берем осы жерде бүйтіп айналып, өзіммен өзім қиналып, неге деп. Осы үшін мен деп айтамыз. Менімен неге болады емес, мен үшін деп айтамыз, точнее. Мен сөзден шатасатым, көп сөйлеп қойдым ғой. Түсінікті болды ма бұл айтқан? Бір кері байланыс берсеңіздер күшті болар еді. Және әдеттегіше эфирға лайк басамыз, астына қарап болғаннан кейін записта қарайтындай міндетті түрде ойымызды, пікірімізді, жасаған тапсырмалардың инсайтын, әсерін, сезімдеріңізбен бөлсеміз, пайдалы болса басқалармен тоже бөлсеміз, таратамыз. Сторисқа репост жасасаңыздар тоже күшті болады. Негізі андай ғой, когда адам разы болады, өзі разы болса, ол не істейді? Бөлседі. Әрине, ұнамаса, бұл эфирлар сізге пайдасы болмаса, онда ешкіммен бөліспей қойыңыздар, отыра берсеңіздер болады. Дальше қарамасаңыздар да болады бұл нәрсені. Но когда пайдасы бар, адам разы болып, өзіне ұнап тұрған кезде, адам оны айта бастайды, бөлісе бастайды, басқарға жеткізеді. Осындай зат бар. Так, сұрақ. Көп рахмет дейді. Сіздерге де көп рахмет. Бітейін бе? Онда ертең, наверное, таңдау өткізем. Бәрібір маған таңғы уақыт әлде қайда ыңғайлы екен. Таңғы 6-да, немесе примерно 6:20-да кездесеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.